Украинада 40-тан астам сарбаз қаза тауып, танктер өртеніп жатыр. Ондаған адам жараланды. Украина президенті кеңсесінің кеңесшісі Алексей Арестович осылай деп мәлімдеді. Ал ел президенті Зеленский Ресеймен дипломатиялық қатынасты үзгенін және азаматтарына жерді қорғау үшін қару беруге дайын екенін жеткізді. Ресей болса әскери операцияларды жалғастырып жатыр. Жансая Қапасқызы толығырақ. Киевте бүгін дабыл сигналы қосулы, жағдай үрейлі. Таңғы 5-тен Донбастан бөлек Киев, Харьков, Одесса қалаларында оқтын-оқтын жарылыстар естіліп жатыр. Елде 30 күнге енгізілген төтенше жағдайдан бөлек әскери режим күшіне енді. Украинада әуе қатынасы толықтай тоқтады. Көптеген мемлекет Киевтегі елшіліктерін жауып, азаматтарын эвакуациялап жатыр. Кейбір деректер бойынша Донбастан 105 мыңнан астам босқын Ресей шекарасынан өткен. Вокзалдарда ұзын сонар кезек, жолдарда кептеліс. Соғыс қаупінен үрейленген халық жандарын шүберекке түйіп отыр. Басым бөлігі бас сауғалап, қайда барарын да білмейді. Да, сын, на работе я одна, куда мне бежать? Куди ховатися? Куди? Скажіть, будь ласка. Қауіп күшейгендіктен тұрғындар қару-жарақ сатып ала бастаған. Алайда Украина басшысы халықты дүрлікпей, байбалам салмауға шақырып, батыс елдері көмек көрсететінін жеткізді. Сегодня від вас. Бүгін барлығымыз сабыр сақтап үрейге бой алдырмауымыз қажет. Мүмкіндігінше үйде қалуға тырысыңыздар. Біз жұмыс істеп жатырмыз, армия жұмыс істеп жатыр. Біз бәріне дайынбыз және біз жеңіске жетеміз. Украинаның мемлекеттік шекара қызметінің хабарлауынша Ресей Қырым арқылы әскери техникасын жіберіп жатыр. Сонымен қатар Беларусь тарапынан да шабуылдар жасалып жатқанын мәлімдеді. Ал Луганск халық республикасы Счастье және Станица Луганская қалаларын өз қарамағына өткенін хабарлады. Жағдайдың ушығуына байланысты тіпті көршілес Молдавия төтенше жағдай жарияламақ. Ресей билігі болса Донбаста көмек сұраған халықты желеу етіп, Украинаға қайтсе де ядролық қару жасауға, НАТОның шығысқа қарай кеңеюіне жол бермейтінін ашық айтты. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более... Кім болмасын бізді тоқтатуға тырысып, елімізге, халқымызға қауіп төндірсе, Ресей дереу жауап беретінін білуі тиіс. Оның салдары тарихта ешқашан болмаған жағдайға әкелуі мүмкін. Біз кез келген жағдайға дайынбыз. Халықаралық қауымдастықтар Біріккен ұлттар ұйымы Кремльдің әрекетін қатаң сынап, Донбастағы әскерін дереу әкетуді, қақтығысты тоқтатуды талап етті. ақш пен одақтастары Ресей экономикасына орны толмас соққы береміз деп тағы бір мәрте ескертті. Сондықтан бүгін оған қарсы тағы бір қатар кең ауқымда санкциялар қабылдауды жоспарлап жатыр. Жансая Қапасқызы, Айбат жаңалықтар қызметі.